Сәлем, менің есімім Назгүл. Мен қарапайым қызбын, бірақ айналамдағылар олай ойламайды. Себебі мен ерекше жанмын. Несімен ерекше екенімді қазір айтып беремін. Осыдан 17 жыл бұрын бір қыз дүниеге келеді. Әке-шешесі қатты қуанады. Бірақ та бұл қуаныш ұзаққа бармады. Бір жылдан кейін ол қызды ДЦП, яғни детский церебральный паралич деген диагноз қойылады. Бұл дерт ешқашан жазылмайды. Күннен күнге, жылдан жылға қыздың жағдайы ушыға береді. Оған қарамастан отбасыдан бас тартпайды. Ақырында қыз көптеген ем мен жаттығудың арқасында жүре бастайды. Бірақ та кәдімгі адамдар секілді емес, әлсіздеу болады. Уақыт өте келе ол жоғары оқу орнына түседі. Ол ешқашан да мектепке бармады. Сондықтан ол сыртқы әлем туралы ештеңе білмейтін. Ол оқуға барғанда группаластары оған басқаша қарады. Бәрі секілді емес еді. Көп сөйлемейтін. Ол группаластарымен тұтасқысы келді. Алайда ол басқаларға ұқсамағаны үшін бе, достық ниет ешкім танытпады. Әрине, көмек сұрағанда көмектесетін. Тек бір қыз ғана ол қызды неге екені белгісіз жақтырмайтын. Ол қызды мазақтайтын, кемсітетін, ауруын бетіне басатын. Қисайып тағы келдің бе? Анеля, менің денем қисық шығар, бірақ сен секілді ой-өрісім қисық емес. Сенің тілің өсейін деген екен. Кет жа. Анель! Не дегенмен әркімнің өз қорғаушы періштесі бар. Демекші, менің де періштем бар. Бетіне. Қолыңды бер. Алихан, ол шынайы періште емес еді. Бірақ та мен үшін нағыз қорғаушы краш. Ол группамдағы ең ақылды, ең сымбатты, ең мінсіз жігіт еді. Кетуім керек. Жақсы, көріскенше. Жақсы, абайлап жүр. Көріскенше. Болашақта Алихан менің жігітім, болашақ жарым болғанын күнде елестететінмін. Кім біледі, мүмкін ол мені жақсы көретін шығар. Мен де оны жақсы көремін. Ал мүмкін Мен әлі ұйықтап жатырмын ба? Жоқ, тағы ұйықтасаң мен одан әрі төзе алмаймын. Наз, қызым, оянғанмысың? Наз, не болды? Неге айқайлап жатсың? Анашыма кешір. Ана, кім анау? Не, кімді айтасың? Бұл сенің дәрігерің. Жоқ, оны айтпаймын. Ана, диванда отыр ғой. Кім ол? Әзілдеп тұрмысың, ол жерде ешкім жоқ. Қандай әзіл екен? Ол ешкімді дәсілеме. Отыр ғой маған, күліп отыр ғой. Қызым, тыныштал бол, дәрігер бірдеңе істесеңші. Жоқ, мен оны көріп тұрмын. Укол салмаңыздар. Жоқ. Оған не болды, дәрігер? Оны оянғансын көреміз. Тағы ұзақ уақыт өтасың деп ойлаған едім. Тағы айқайлайтын болса, точно жатақхананың артынан бірақ шығасың. Сен кімсің? Неге бағана сені атадан көрген жоқ? Мен Хафаза періштесімін. Менің жанымда болуға келдің бе? Ол Әзірейілдің міндеті. Онда сен кімсің? Саған былай түсіндірейін. Осы 17 жыл бойы
Мен сенің қорғаушы періштең болдым. Неге онда мен сені енді ғана көріп тұрмын? Өте орынды сұрақ. Мен жазаланудамын. Сенің кесіріңнен.